Ассаламу алейкум, хөрметтүү телевизор көрүүчү достар. Халық қадағалауында көрсетуінің нөбеттегі санын және назарыңызға ұсынамыз. Енді көпшіліктің хабары бар, жақында социалдық тармақларда сондай бір хабар тарқалды, яғни сіз өзіңізге тиесілі болған жер учаскаңызға рұқсатсыз қосымша құрылыстар құратын болсаңыз, әттекі тауық қора құратын болсаңыз да сізге 82 миллион сомнан артық мөлшерде жарима салынады деген мазмұнда сондай хабарлар тарқалған еді. Хош, бұл хабарлар қазіргі уақытта қаншалық хақиқатқа дұрыс келеді? Ұлым алғанда бүгінгі күнде мемлекетімізде кадастр һәмде сол жер мүлікке болған құқықтарды тән алу бағдарында әмелге асырылатын реформалар һәмде низамшылықта қандай жаңалықтар һәм өзгерістер болып жатырды деген тема төңірегінде біз бүгінгі көрсетуімізді алып баруды мақұл көргенбіз һәмде бұл бойынша студиямызға бір қатар тарау қанегелерін мұрат еттік. Демек мен бүгін қазіргі уақытта сол көрсетуімізге қатынасып отырған тарау қызметкерлерімен дәстеп сіздерді таныстырып өтейін. Айсанем Абдықадирова, Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі сектор басшылығы. Олжас Құдайбергенов, мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы бөлім басшылығы. Сондай-ақ Рахат Қосманов, кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы бөлімі басшылығы. Сондай-ақ бізге студиямызға сол салық басқармасынан Ханигеміз қатынасу керек еді, бірақ қазір эфирін басыланғалы бері үлгере алмай жатырды. Егер эфир давамында жетіп келсе, қатарымызға қосылады. Енді hamımız жақсы білеміз, әлбетте бұл кадастр мәселесі, ұлым алғанда жер мүлікке болған құқықты тән алу мәселесі бүгінгі күнде халқымыз арасында ең көп сұрау тудырып отырған, айрым бұқараларымыз арасында сол түсінбеушіліктерге себеп болып отырған бір мәселелер, сұраулар көбейіп отырғандығының хабарымыз бар. Сондықтан да біз бүгін көрсетуімізде әйне осы тараулар бойынша, осы бағдар бойынша бұқаралардан келіп отырған сұрауларға, олардың пікір һәм ұсыныстарын сөйде қанегелермен талқылау һәмде оларға жеткеру мақсатында осы көрсетуімізді алып барып жатырмыз. Көрсетуіміздің басында дәслеп hamımыздың хабарымыз бар, неке соңғы жылдары тікелей мемлекетіміз басшысының басшылығымен сол бұқараларға қолайлылықтар жарату, олардың тұрмысында ұшырасып отырған har қандай машиналарды саптастыру бойынша бір қатар жұмыстар әмелге асырылмақта, һәмде бұл бойынша қарар һәм фармандар қабыл етіліп жатыр. Деканнан енді қазіргі уақытта бүгінгі темамызға тиесілі тікелей сұраулардың бірі сол кадастр һәмде үй-жайға болған мүлік құқықтарын тән алу бағдарында сол бұқараларымызға қолайлылықтар жарату бойынша бұл бағдарда бір қатар жеңілдіктер, имканиятлар жаратып беріліп жатыр. Дәсеп көрсетуімізді бұл бағдардағы соңғы жылдардағы, қазіргі уақыттағы низамшылықтағы соңғы өзгерістер һәм жаңалықтар хақында бастасақ. Қош, мархамат, қандай өзгерістер, жаңалықтар бар қазіргі уақытта? Ассалаумалейкум. Хабарымыз бар. 2024 жылы 8 ноябрьде Өзбекстан Республикасының өзбасымшылықпенен иеленген жер учаскалары һәмде онда құрылған имаратлар һәм құрылмаларға құқыларды тән алу хақындағы низам қабыл етілген еді. Осы низам орындалу нәтижесінде күнге шейін жоғары кеңестің қарары менен жамы 5 мыңнан астам бұқаралардың өзбасымшылықпен иеленген жер учаскалары һәмде оларда жайласқан имаратларына мүлік құқылары тән алу хақында қарар қабыл етілді. Енді осы процесті еледе жетілістіру, яғни өзбасымшылықпен иеленген жер учаскаларына ижара құқы, онда жайласқан имаратларға мүлік құқын тән алу бойынша процестерді еледе жетілістіру, еледе апайластыру, һәмде осы процесте қатынасатын барлық мекемелердің жауапкершілігін асыру, һәмде бұқараларға жеңілдіктер көрсету, жеңілдіктер белгілеу мақсатында осы жылдың 15 июнь күні 937 санлы низамға өзгеріс кірту хақында низам қабыл етілді. Кіртілген өзгерістер һәм қосымшалар хақында тоқталып өтетін болсақ, мәселен, ескі редакциядағы низамды егер өзбасымшылықпен иеленген жер учаскесі һәмде мүліктерінде жер салығы, мүлік салынан қарыздарлық болған жағдайларда бұл процестер, яғни құқыларды тән алу процесі тоқтатылып тұратын еді, яғни салықтан қарыздарлық болған жағдайда. Енді қазір кіртілген өзгеріске текар базалық есептеу мағдарының 30 есесіне шеккен болған қарыздарлықтар болған объектілер, яғни сол объектілерге қарата құқылар тән алыну белгіленіп берілді. Бұнан тысқары 937-ге текар құқыларды тән алу процестерінде белгіленген мүддетлер қысқартырылды. Атап айтқанда 101 объектті сол құқылар тән алыну 150 күнді
құрайтуған болса, қазір сол 150-ден 50 күнге, яғни 3 есе мүддетлер қысқартырылды. Бұл уже бұқараларымызға сол белгіленген жеңілдіктер, хамде бұл процесстерді тездестіру мақсатында кіртілген өзгерістер. Хамде сол жоғарыда айттық, жоғары кеңестің қарары сол бұқаралардың көшпес мүлктерін құжетлестіру үшін тикар болады. Хамде сол жоғары кеңестің қарарына тикар жер участкаларына ижара құқын тан алыну үшін, мәселен, жеке тәртіптегі үй-жайларға ижара құқы 99 жылға беріледі, басқа түрдегі объектілер жайласқан жер участкаларына 49 жыл деп белгіленген. Осы жоғары кеңестің қарары туырдан туыры мемлекеттік тізімнен өткізу үшін тикар болатұғының белгіленіп берілді. Бұндан тысқары ең ахметлі сол жеңілдіктерден бірі, яғни бір мәртелік төлемдер белгіленген, яғни сол өз басымшылықпен иелеген жер участкалары хамде онда құрылған имаратларын құжетлестіру мақсатында бір мәртелік төлемдерді егер сол низамда белгіленген 20 жұмыс іс күнінде пұл төлесе, 50% шегірме берілген, 50% сол қалған төлемнен азат етіледі. Егер бұл 20 күннің ішінде төлемеген жағдайда, сол аймақтағы салық инспекцияларменен шарттама дүзген қалды, бір мәртелік төлемдерді бөліп төлеу имканиятым жаратылды. Яғни бүгінгі күнде сол бұқараларымызға үкіметіміз тарапынан беріліп отырған бұл ең ахметлі жеңілдіктер деп айтсақ адаспаймыз. Хамде бұнан тысқары сол не қылдайды, егерде сол бұқараның объекті, яғни сол объекті сол қадаған етілген аймақта жайласқан жағдайда, сол қадаған етілген аймақты шегірген қалды, қалған бөлегін құқыларын тан алып беруім сол низамда белгіленіп берілді. Рахмет, енді әлбетте бұл бірінші нәубетте бұл низамның қабыл етілуі сол бұқараларымызға қолайлықтар һәм имканиятлар жаратуды мақсат еткен. Себебі әлбетте сол өзіңіздің мүлкіңізге, жеріңізге мүлк құқы тән алынбаған болса, сіз оны мүлкім деп есептей алмайсыз да, оны я сата алмайсыз, я мирас қалдыра алмайсыз. Сондықтан да бұл көптеген машқалаларды келтіріп шығару табиғи. Сондықтан міне президентіміз тарапынан басламасымен бұл қабыл етілген низам бірінші нәубетте бұқараларымыздың осындай өз басымшылықпен иеленген жер участкаларына құрылған сондай объектілерге мүлк құқын тән алуды назарда тұтады. Енді бұның өзіне жараса тәртіптері бар, біз білеміз. Яғни сол низамға бола, алжаспасам 2018 жылға шекемге болған дәуірде салынған сондай объектілерге мүлк құқықтан алынады. Қазіргі уақытта республикамызда осындай өз басымшылықпен салынған жер участкаларында құрылған объектілерге мүлк құқын тән алу процестер қайсы басқышқа келді? Толық қазіргі уақытта қаталаудан өткеріліп, құжеттерді рәсімдестіру жұмақланды ма? Ассаламу алейкум. Өзбекстан Республикасының 2024 жылы 5 августағы өз басымшылықпен иеленген жер учаскаларын һәм онда құрылған имаратларды объектілерге болған құқылар танылу хақында 930 салы низамға муафиқ кадастр агенттік тарапынан, Өзбекстан Республикасының кадастр агенттік тарапынан қатлау жұмыстары алып барылмақта, режеге тикар. Бұл реже график тасдиқланғаны осы жыл 2026 жыл давамында 99 махалледе қатлау жұмыстары алып бару хақында бұйрық қабылданды кадастр агенттік тарапынан. Осы қатлауға муафиқ біздер кадастр палатасы район һәм қала филиаллары тарапынан бүгінгі күнге шейін 122.393 объект қатлау қылынып, һәм сол соннан 36.399 объекті этраф ақпараттастырылған мәлімдеме системасына инсан факторсыз жайластырылды. Яғни бұл жерде инсан факторсыз дегенде бұл сол 122 ішіне 36.000-нан астам объект өз басымшылық жері болатын болса, яғни өз басымшылықпен салынған имараттар болса, өзі автомат тәрізде этраф дәстүріне енгізіледі, өткеріледі. Һәм мен соның ішінен сол 36.000-ды атап өтсек, 23.000-нен зияты бүгінгі күнде комиссия тарапымыздан додалауда болып тұр. 5.014 объект жәмешілікте жариялауда, 508 объект бүгінгі күнде әділдік министрі тарапынан жұмақ беру процесінде, 543 объект бүгінгі күнде төлем күтілмекте, 1085 объектіміз сессия қарашу алдында, сондан 738 объект бүгінгі күнде бекар етілген, айырым себеплерге муафиқ 82 объекті бүгінгі күнде қайта көріп шығу процесінде. Қазір кешіресіз, гәпіңізді бөлсем, бекар етілген деп жатырсыз. Бұл не үшін бекар етіледі мәселен мұндай жағдайларда?
Бекар етілген деген, яғни мәселен қазір жоғарыда айтып өттік, 937 саны нызамға өзінің құқыларды тән алу талаплары белгіленгенді. Егер сол талапларға туыры келмеген жағдайда, мәселен, сол әділдік министрлік тарапынан ең ақырғы жұмақ әділдік министрлік тарапынан беріледі. Егер сол қысқаша айтатын болса, қазір бірінші этапта кадастр ұйымлар тарапынан хатланады, екінші этапта уәкілікті ұйымлар тарапынан 18 уәкілікті ұйымлар тарапынан үйрем шығылады. Онан кейін жаманшылық додалауына жайластырылады. Онан кейін әділдік министрлігіне кеп түседі. Яғни әділдік министрлік тарапынан қазір қайтарлы, яғни муафық емес деп табылды. Себебі нызамменен 8 тайпадағы жерлерге, мүлкілерге құқылар тән алыну белгіленіп берген. Бұнан тысқары бұл белгілену құқылар тән алыну үшінен нызамда талаплар қойылған. Егер осы талапларға жауап бермеген жағдайларда не қылады? Бізде әділдік министрлік тарапынан ұнамсыз жұмақ беріледі. Енді қазір мысал ретінде айтатын болсақ, нызамның 4-ші статьясы, яғни өзбасымшылықпен иеленген жер учаскалары һәм де онда құрылған имаратлар. Бұл жерде қазір 2018 жыл 1 майға шейін құрылған имаратларға не қылады? 2018 1 майға шейін құрылған имаратлар кіреді. Яғни бұл 2018 жыл 1 майға шейін құрылған құрылмағанлығын Ускосмик агентлігі тарапынан не қылады? Анықтық кіртіп береді. Егер ол 2018 жыл 1 майдан кейін Ускосмик агентлігі сол 1 майдан кейін құрылған болса, нызам предметіне түспейді. Бұнан тысқары басқа жағдайларда мысал ретінде айтатын болса, қорғау зоналарына түскен халатларды, яғни сол объекттің қорғау зонасы. Әрбір, мәселен, коммуникация тармақларынан өздерінің қорғау зоналары болады. Яғни объект сол қорғау зонасына түскен халаларда сол нызам талабына түспегенлігі себебі біздерден муафық емес жұмағы беріледі. Сол жағдайларды айтып өтті қазір. Рахмет. Әзіз достар, есетіп өтеміз, біз көрсетуімізді тікелей эфир арқылы алып барып жатырмыз. Һәм де бүгінгі көрсетуіміз давамында сол кадастр мәселесі, жер, мүліктерге болған құқыларды тән алу мәселесіндегі нызамшылықтағы өзгерістер хақында сөз етіп жатырмыз. Һәм бұл бойынша өзіңізді қызықтыратын сұрауларыңыз, пікір яки ұсыныстарыңыз болатын болса, мәнзілдерімізді айтып өтемен. Телеграм тармағында халық қадағалауында топарымыз бар, сол жерге жазып қалдырсаңыз болады. Сұрауларыңызды сондай-ақ студиямызға орнатылған 61 кодыменен 226 53 14 телефон номерінен қоңырау ету арқалда бізбенен тікелей байланысу имканиятына иесіз. Енді қазір бізде дөретушілік топарымыз тарапынан таярланған бүгінгі темаға байланысты видео көріністеріміз бар, сюжетіміз бар. Соны біргелікте көріп аламыз, соң студиямызда пікірлерімізді давам етеміз. Мархамат. Алтын Жақсы махаллесінде 19 көшеде, Ылайлы көшеде тұрамын. Менің мына жайымның документі жоқ. 2016 жылы алып едік қара жерді. Қарасақ, мына жердің документтері қалдыбек екен. Енді содан көп жерлерге мұражат етіп бардым, бірақ мұражатым бітпеді, бірақ негізі текары жоғары басшыларымыз қатлауға кіреді. Сол қатлау арқылы істеп беріледі деп айтты. Сонымен соны күтіп отырмыз. Заңсыз салынған жайларға документ берілсін деген тапсырмалар болды. Сол уақытларда әрекет еттіңіз бе? Әрекет еттік. Олақта біздердің жайымыздың мына айнаға дейін-ақ өріліп қалып еді. Бұл айнадан жоғары өтпесе болмайды деп уақытта істелінбей қалды. Енді екінші имканият келатыр ғой, енді сол қатлауға кіресіз деді. Содан күтіп отырмыз, өзім Әнәбалитпен. Бұл бойынша енді олар есат дей алмады. Енді бұл сатылып кеткен, мен алып қойғанман, мен жоқпан уақытта. Біздер районнан келіп едік, балалар алған. Оны көрмеген, біздер сандықтың ішінде тұра берген кейіннен жайды біткеннен кейін баяғы мынаны алып бармаймыз ба? Бұл жайдың архитектур қағазы жоқ екен. Одан басқасы бар да, архитектур қағазы жоқ. Сол себеплі тұрыпты. Мен енді осы жайдың документі бітпегелі себепті мына медицина тарауынан да, мына үкіметтің беріліп атқан жәрдемлерінен ешсеттен ешсат ала алмай жатырмын. Районға барсам айтады, район айтады, сіздің бұл жерде жасап атқан жоқсаң, жасап атқан нең жоқ дейді да, жергілікті үйің жоқ дейді, ол жаққа барсам. Бұл жаққа келсем айтады, бұл жақта учетта жоқсыз дейді. Әйтеуір үкіметтің тек есабында бармыз, бірақ ешсаттан ешсат алып атқан жоқ қой. Су алып кеткеннен кейін екінші рет біздерге сатқанда катастрдың балалары, бірақ қазір ол катастрда ол балалар істемейді. Бұрын істеген. Жай бітуге шамалас іздемейміз бе енді, бармаймыз ба? Барсақ
жайың документі істелмейді апа дейді. Неге, не себеп десе, мына архитектор несі жоқ дейді, сызылмасы жоқ дейді. Сөйтіп хакімшілікке шықтым. Бәрі де еш бұлай не деген жоқ, яқ деген жоқ. Апа деді, енді сіздің тек күтетін жеріңіз де қатылауға кіресіз деді. Сол қатылау арқылы документ аласыз апа деп бізге мәслихат берді. Сол мәслихатпен отырмыз елі. Басшылардан ілтимасымыз, ләжі болса әйтеу біздің жайдың документін істеп берсеңіз, өзім инвалидпен, жақында қарым қайтыс болды, енді бағушымам жоқ. Енді қай елге барамын, баратынам жерлерді бізде онша біле бермейміз. Әйтеуір жер налогларын 6 жылдан бері төлеп отырмын, биыл 7-ші жылға қарады. Салықтардың бәрін төлеп отырмыз. Бозауыл тұрғыныман, Алтын Қияш көшесінде тұраман. Емде бірінші группа инвалидім бар. Қазір 5 жылдан бері инвалидке қарап бағып отырпан. Маған мемлекет жағынан ешқандай жайымның документі болмағаннан кейін маған жәрдем берілмей жатырды, бірақ продукты не жөнінен беріліп жатырды. Докторлар беріп жатыр дәрілерін. Менің тек біріншіден жайымның документі кадастрым жоқ. Кадастрды бір нетіп берсе. Мына планды сатып алдым да, планды сөйтіп салдым, мына жайды 16-17-де салдым, 11-12-де мына жер сатып алдым. Онан кейін 16-17-де сол дәруса баслап салып қойдым. Сондан кейін ана кадастрға бардым, кадастрға барсам, иесін тауып кел дей берді. Ол салып болғаннан кейін таба алмадым, кадастрға барсам тауып кел дей берді. Қайта қайтарды. Республиканың несіне қатынастым, қабылдауына. Сөйтіп ойырда айттым, осы жағдайларын бәрін айттым, сондай деп, жайымның документі жоқ. Қалай қыламын, бұның иесін ізлерін таба алмадым. Ең кейінде кеше жақында тауып едім. Тауға мен иесі, мен алған адам өліп қалған да. Енді оны жақында мамасын тауып алдым. Оны енді туысқанларын ізледім, енді балаларын ізледім. Сөйтіп ізлесем, тек қыздың атын деді, мамасы айтты. Ой, бұл ел ала алмай жүрген болсаң, мен өзім-ақ жұмыслайын деді да. Сөйтіп, ол қызы Көжелде тұрады екен. Енді ол қыз бала ол тұрмысқа шықпай тұрып алған ғой енді әкесі. Сол атын алған екен да. Сонан кейін мен сатып алғанмын да мұны. Сөйтіп ол қыз әуелгі уақытлары бір көріп, ойын кейін ала ол қызды мен ұстай алмадым. Кейінде мамасына баруға мәжбүр болдым. Мамасын тауып алдық онамыз ордан. Мамасы жаңағыдай деді. Сөйтіп күйеу баламды ертіп, мамасы неге барады? Жаңағы кадастрға қызынан дабенс алып болып, кадастрға барған. Кадастрға барса, аты өшіп кеткен. Бір айнаға барған, кадастрға барған, аты өшкен. Бір айнаға барса, бірақ бір айна айтқан, енді ешкімнің атында болмаса, автоматически атыңа өтеді деп сөйдегенде, бірақ қашан өтетін несін айтпаған. Негізі жоқ, еш жоқ, ұлыма. Өшіп кеткен бәрі. Егер сіз өзіңіз осы жерді план сипатында алғаңызда қолыңызға қағазыңыз берілген жоқ па? Бар, берді. Ол қағазда сол қыздың ат фамилиясы тұр ма? Фамилиясы тұрып тауы. Бірақ осы қағазбенен бір көрсетіп, құжетті көрсетіп, бір бардыңыз ба кадастрға, мұражат еттіңіз бе? Бардым, барсаман қайтара берді ғой. Кеше қолыңызда мысалы? Мұраға да апарып көрсеттірдім. Компьютерға алды бәрін. Енді қайдан білейін? Ол енді бірақ Дамкомның кемші жоқ. Дамком айтты, маған епке келсе деді, 26 жылға өткерсе, мен кезегім 27-те кеп тұр деді да. Егер бермең өткере қойса, апа документіңді алуға болады деп еді. Мен 26-ға көшірмеген. Елі отырппан, не қыламан еді, ләш жоқ. Дамком бірақ епке келсе, аперемен деп тұрыпты. Аперемен дегенмен жаңағыдай болып тұрыпты. Міне қазір айтып жатырсыз, сол газ баллонлармен отырпан деп. Сол демек қыста да жылыту үскенесінен пайдаланбай шықтыңыз, солай ма? Ауа, ол мен ешқандай газым мына қапталма кеп тұр, мына кеп тұрды, қайта тоқты бұрын құрдырып қалып ем. Сол тоқпенен отырдым. Қысымен тоқпен шықтым. Төлемді мен қаяққа төледім. Бірақ тоққа, суға төлеп отырман да. Енді мына нені кімге төлеймін? Иесі болмағаннан кейін қаяққа төлеймін? Кімге бараман? Кім деп бараман? Оны кімге төлетін білмедім, бірақ нәлігін төлей алмай тұрпан. Кадастрын бітіп берсе болды ау маған. Бөтен зат керек емес, маған тек кадастр керек болып тұр. Хүжетсіз қалған тағдырлер, ямаса кадастрсыз үйдегі суықлық. Жәрдемге мұқтаж, майыплығы бар инсанлар. Олардың басы үстінде паналайтұғын үйі бар, бірақ жыллар өтсе де қолында кадастр хүжеті жоқ. Өз мүлкіне иелік құқығын ала алмай сергіздан болмақта. Машқала тек қағазда емес,
кадастр hujjeti жоқ деген сылтауменен бұл үйге табиғи газ тармағы да жалғанбаған. Майыптылығы бар, денсаулығында осындай ауыр қиыншылықтары бар бұқаралар қыстың суығында да, жаздың жазирамасында да газсыз көмір һәм отын менен күн кешіруге мәжбүр болып отыр. Кадастр ұйымларының электрон базалары, ұзын созылған тексерулері бәлкім осындай социалы қорғауға мұқтаж инсандардың тұрмысын жақсылауға үлес қосқанда ма еді дейсіз. Низам бойынша әрбір инсан іті барда, бірақ өз үйін низамластыру үшін нелер тосқылық қылып атыр деген сұрау болады. Тарауға саластыру енгізілген бір пайтта электрон системаның абзалығы осы сияқлы машқалаларға низамлы тәртіпте ұнамлы шешім тапса, мұражатлардың да азаюына себеп болар ма еді дейсіз. Мінекей көріп куәсі болдыңыз. Хақиқатында бір екі жас үлкен апамыздың кадастр тарауына болған мұражаты сәулеленген. Хақиқатында мінекей сондай бір өзінің елеп отырған жайына мүлік құқы болмаса, сондай көрсетілгендей машқалалар бола береді. Хақиқатында мінекей газден пайдаланылмайды, тоқтан пайдаланылмайды, сондай машқаларын келіп шығып жатыпты. Енді естіген болсаңыз, бұл жас үлкен апаларымыздың мұражатларын оған қандай ұнамлы шешім табуға болады? Өзіңіздің пікірлеріңізді, маслихатларыңызды беріңіз, мархамат. Енді бұл жерде бірінші айтылып отырген апамыздың айтып отырды, өзі ауызша алды-сатты қылып алдым. Яғни бұл жерде алдыңғы иесінде тек хакім қарары бар, жайласу схемасы жоқ деген мәністі айтып отырды. Біздерге ол мемлекеттік кадастр паспортын рәсімдестіру үшін бұл тикар бола алмайды. Себебі жайласу схемасы болмаса, оның орны қайерде екені белгісіз. Хакім қарарында ол жайласу схемасы болмаған себебі бүгінгі кешке бұл кадастр паспортын рәсімдестіре алынмаған айтып өтті. Енді бұның шешімі 930 салды жоғарыда айтып өткенімізде 930 салды низамға муафиқ реже график түзілген 2026 жылдығында. Енді оған мақалесі осы жыл давамында түспеген. Егер де сол мақалесі ендігі жыл давамында түссе, біздер жаңағы кадастр палатасының филиал қанегелер барып, хаттау жұмыстарын алып, біздердің мағлұматларын базаға жүктеп, сол жаңағы 20-дан астам комиссияға ұсынып, һәм тиісті тәртіпте өздерінің көп шығып жұмағын береді. Яғни бұл жерде айтқанымызда сол жаңағы 937 салды низамға муафиқ көп шығылатын мақсатқа муафиқ. Кейінгі айтып өткен бұқарамызда сол мәселесі мағлұматтар базасында жоқ деп айтып жатыпты, кадастр несінде, ідараларында. Бұл жерде де сол мәселе, бұл жерде ауызша сатып алғанын айтып отырыпты, жаңағы қағазда да көрсетілген видеоролигімізде көрсетілгенде айтып өтті, ауызша сатып өттім дейді. Ауызша сатып алып өтсе, ал сатып болғаны ол тикар бола алынмайды. Яғни бұл жерде тикар болу үшін нотариал кеңселер тарапынан алсат шартнамасы, ямаса сол жерге мирас куәліктері кадастр паспортын рәсімдестіру үшін тикар бола алады. Яғни бұл жерде де құқық тасқылаушы құжеті болмаған себепті бүгінгі кешке бұл бұқарамызда кадастр паспортын рәсімдестіру имканатын жоқ. Бұның да сол шешімі 930 салды низам, соған реже графика тикар мақалені хаттау жұмыстарын алып барғаннан кейін, кейінгі комиссия жұмағынан кейін белгіленген тәртіпте көріп шығып, өз жұмағын айтқаны беріледі. Енді хақиқатында бұл низамның қабыл етілуі тикарында осындай бұқаралардың машқалаларын шешу үшін қабыл етілгенде. Сондықтан да Aziz dostlar, есет өтеміз, біз көрсетуімізді тікелей эфир арқылы алып барып жатырмыз. Қазір көрсетуімізге біздің салық басқармасының қанегеміз келіп қосылды. Яғни сол Батыр Артеков, Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасының сектор басшылығы. Батырға көрдіңіз, бұқараларымыздың мұражатларын. Хақиқатында осындай бұқараларымыз көпшілік қазір уақытта баршылықты құрайды. Олар жаңа жоғарыда екінші бұқарамыз айтты, яғни сол салықты қалай төлеуімнен білмей отырман дейді. Осындай өз басымшылықпен иеленген жер учаскаларында құрылған имаратлар үшін ұлма бүгінгі күнде бұқараларымыздың салық төлеу тәртібі қандай? Кеше бұл бойынша жеңілдіктер енгізіліп жатыпты тарауда. Ассалаумағалейкум, құрметті сөздер көші жолдастар. Бұл жерде айтып тұрмыз керек. Салық органлары тікелей сол кадастр ұйымдарының мәліматтар базасына тикар салық есептеледі. Яғни сол бұқараның атында мүлік жер болатын болса, өздерінің белгіленген квадрат болады. Квадратқа сол әр жылы
мемлекеттік жаңа бюджетте белгіленген, бюджет параметріне берілген ставкалар белгіленген, ставка бойынша салықлар төленеді. Енді қазір кең жаңа көрсету барысында айтып өтілді, 9 салынып Өзбекстан заң қосымша өзгерістер кіргізілді. Алдын сондай хұжетсізділмеген жайларға хұжет беруде, сол салық органдары этраф дәстүрінде өздерінің жаңа қарыздарлығы бар жоқ хақында құласа берілу керек. Енді жаңа айтып өтті, бұл 30 ең база есептелген молданың ең кім молданың 30 есесі, яғни қазіргі күнде сол 12 миллионнан шеккен болған асқан қарыздарлығына бұрын бір сом болсам, қарызы бар уәжі келтіріліп құласа берілмейді енді. Себебі берді программа қарызы болса, қарызға справка беруге хақымыз жоқ еді, құласа. Қазіргі күнде кешіресіз, нызам шықты, нызамға текарсы 12 миллион болды, 12 миллион сомға шекем қарызы бар болсам, қарызы бар деп көрсетіліп, құласа берілетін болды. Енді құжеттестіруде жұмыс тездестіріледі. Қазір енді көпшілік социалдық тармақтарда тарқалып атыпты, яғни сол қосымша еленген жер орындарына алдылары 3 есе мағдарында, базалық есептеу мағдарында 3 есе мағдарында салық төлейтін еді. Бұл тәртіп бекар болды деп атыпты. Бұл қаншалық хақиқат? Бұл тәртіп енді кеше Өзбекстан Республикасының 11.53 салына Өзбекстан Республикасының нызамы қабыл етті. Сол нызамда салық кодексінің 483 статьясына қосымша кіргізілді. Яғни бұл жерде айтылып отырыпты, 2020 жыл 1 январдан 2024 жыл 1 июнь аралығындағы 3 есе есептелген салықтар тоқтатылады. Яғни сол орталықта болған 3 есе есептелген салықтар бекар болады. Ал одан бияғындағы салықтар бекар болмайды. Бұнға мүддеті бар. Мүддеті бар. Айтқанымызша 24 жыл 1 январ халатынан 24 жыл 1 июнь халатына дейін болған қарыздарлықтарға. Енді біз көрсетуіміздің басында бір мағлұматты айтып өткен едік, яғни сол қазіргі уақытта көпшілік адамдардың бір түсінбеушілігіне себеп болып отырған информация, яғни мағлұматлардың бірі өзінің иелеп отырған жер учаскаларына қосымша әттегі тауық қора құрса да, бастырмалар құрса да 82 миллион сомнан артық мағдарда жарима салынады деген хабарлар тарқалып жатты. Соған бір анықлық кіргізіп кетсек те, мархамат. Енді бұл жерде халықтың айтуы бойынша айтатын болсақ, мәселен, әрбір бұқара бері ғой. Тұрақ жайында 6 сотикке иелеген болса, көп бұқаралы әмелдегі де тек қана тұрақ жайын кадастр құжет істетіп қойыпты. Одан кейінгі құрылыстарды еш жерде көбінесе кадастр құжет істетпей, тек қана тұрақ жайын пайдалануда болып тұрыпты да. Ол қосымша құрылыс, нәбес құрған болуы мүмкін, склад құрған болуы мүмкін. Оларды өз уақытында мемлекет ізінен өткеріп, пайдаланбаған себебінен ол жайырма салуға себеп болады. Өзінің территориясының ішінде болса, егер де ол құрылыс бөлімдері тарапынан үйремшілігі хақиқаттан кадастр құжетін, әмелде кадастр құжетінде артықша құрылыста болатын болса, әкімшілік жайырма салуға себеп болады. Бірақ өзінің белгіленген шекара майданынан тысқа жер болатын болса, нәбес бола ма, басқа да құрылыс бола ма, ол кезде кадастр агентлігі тарапынан әкімшілік жауапкершілігі хақында кодекстің 60 статья 3 бөлімімен 82 миллион сомға дейін жайырма салуға себеп болады. Артықша жер иелеген өз басынша құрылған құрылысқа бірақ. Демек ол өзінің кадастр құжетінде көрсетілген аймақтан тысқары иелесе. Тысқары иелесе. Егер өзінің белгіленген жер майданына құрылыс құрып, егер де рұқсат алмай, я мемлекет тізімінен өткермей келсе, ол кезде районлық құрылыс бөлімі тарапынан үйренші олар өзінің тәсіл шарасын қолдайды. Сол үшін бұқаралардан сұраймыз, әрқандай құрылысты бастамастан алдын тиесілі ұйымдарға мұражат етіп, келісім алып, ол құрылыс құруды сұрап қаламыз. Бұның үшін қай жерге мұражат ету керек өзі? Мемлекет қызметлер орайы арқылы, ямаса Go сайты арқылы мұражат қылса болады. Жойбар сілетеді, жойбардан кейін соған текар құжет беруге сілетіп алып, мәлімет ізін өткерсе болады. Әзіз достар, есет өтеміз. Біз көрсетуімізді тікелей эфир арқылы алып барып жатырмыз. Һәм де бүгінгі көрсетуімізде жер учаскаларына болған мүлік құқығын тән алу алғанда кадастр системасындағы соңғы өзгерістер хақында сөз етіп жатырмыз. Һәм бұл бойынша өзіңізді қызықтыратын сұрауларыңыз, пікір яки ұсыныстарыңыз болса, мәнзілдерімізді және бір мәртебе есілетіп өтемен Telegram тармағында халық қадағалауында топарымыз бар. Сол жерге жазып қалдырсаңыз болады. Сондай-ақ студиямызға орнатылған 61 кодыменен 226 53 14 телефон номеріне қоңырау ету арқылы бізбен тікелей байланысу имканиятына иесіз. Қазір бізде бұқараларымыз тарапынан сұраулар келіп түскен, соларды оқып естірсем. Менің өрнек ауылында салынған жайым бар еді. 2017 жылдан баслап салып баслаған едім, бірақ
сенің салған жайың орны егістік жерге кіріп тұрыпты деп хүжет берілмеді. Менің жерім көшенің кейінінде тұрады. Егістік жерге кіретіндей фермерлердің жеріне тұтасып тұрған жоқ. Енді және қатлау болады 2026 жылда өрнекте деп еді. Кеше барып сорасам, биыл кіргізілмеген қатлауға өрнек деді кадастр адамлары. Күтіп шаршадым. 4 жылдан бері жұмысым бітпей жатыр делінген. Өрнек деген Нүкіс районы ма? Нүкіс районы. Нүкіс районы. Егер де бұл жоғарыда айтып өткеніміздей кадастр агенттігінің тарапынан режиграфик тасқыланады. Егер сол режиграфик тасқыланбаса, сол махаллесі кірмеген болса, яғни сол махалле кірмеген болса, ол махаллені барып біздер қатылай ала алмаймыз. Егер қатылай алған жағдайда да, сол жаңағы автоматтандырылған этрап дәстүріне кіргізу мүмкіншілігі жоқ. Сол неде режиграфикте жоқ болған себеплі. Енді бұл бұқарамызға айтамыз, сол ендігі жылдары сол 2028-ге шекем режиграфик тасқыланады, қатлау қылып болынады. Бұл ешбір жаңағы жай ітібарсыз қалмайды, яғни айтқанымда. Хәмме сол режиграфикке тикар хәмме жайлар қатлау қылынып, малуматтар базасына кіргізіліп беріледі. Сол орында мағлұмат сипатында айтып өтпекшімен, ендігі жыл, яғни сол кейінгі жылға режиграфик осы жылдың 1 октябрына шекем министрлер кеңесінің ұсынысына тикар кадастр агентлік тарапынан тасқыланады. Яғни 1 октябрға шекем күтіп, кейін уже қайсы өзінің махаллесі, қайсы айға түскенлігін хабардар болса болады. Сол қосымша, сол жаңа 11.53 нызамға текар бұл да өзгеріс кіртілді. Тасқылау алдын декабр қалатына еді, әзір бүгінгі күнде октябр қалатына өзгертілді. Значит, октябрьде қайттан тасқыланады. Енді осы орында өз-өзінен бір сұрау туылады да, енді қазір осындай нызамлардың қабыл етілуі бір тараптан бұқараларымыз үшін жақсы бір имканият болып жатыпты. Яғни сонша нызамсыз құрылыстар болса да, соған бір мүлк құқығын тән алып оған кадастр хүжетлерін беру, бұл дегені үлкен имканият та. Енді екінші тарифан бар да, мәселен осындай жеңілдік береді екен ғой. Яғни сол нызамсыз біздер құрылыс құра берсек, ертең және бір осындай имканият болып қалса, біздер оны хүжетлестіріп аламыз ғой деген түсінік қалыптасып атыртпы да айрым бұқараларымыз арасында. Бұл бойынша қандай иләжлар әмелге асырылып атырды? Енді қазір 2024-те айтып атырған нызам күшке кірді. Бұндан алдын хабарыңыз бар, президентіміз тарапынан тек Қарақалпақ үшін 119 санлы парман қабыл етілді. 119 санлы парманда жамы 27 мыңнан артық жеке тәртіптегі үй-жайлар, құқылар тән алынды. Бұл 119 санлы парманнан алдын 461 санлы министрлер кабинетінің қарарменен ұсындай акциялар жарияланған еді. Енді қазір айтатығын болсақ, 461 санлы министрлер кабинетінің 119 санлы президенттің парманында һәм осы бүгінгі күнде әмелде болып тұрған 937 санлы нызамда яғни мүддет белгіленген. Яғни 2018 жыл 1 майға шекем құрылғалар. 2018 жылдан 1 майға шекем құрылғалар хүжетлестіріп ала алады. 2018 жыл 1 майдан кейін құрылған имаратлар, құрылмалардың тағдыры ол қандай не қылды? Өз басымшылықпен иеленген болып, уже сапластырылу иләжлар көріледі, сол кадастр агентлігі тарапынан. Енді дұрыс айтып атсыз, бірақ қазір бұқараларымызда сондай бір түсініктен пайда болып жатқанын жасырмаймыз да. Бәрібірде үмітпенен жаңағыдай нызамсыз құрылыстарға қол ұрып жатқан жағдайлар жоқ емес. Яғни ертең және бір акция шығып қалады ау деген үмітпенен да. Бүгінгі күндегі әмелдегі нызамға муафиқ, енді 2018 жыл 1 майға шекемге салынған имараттар етіледі, енгізіледі. Оған қосып өтейік, нызамдан өз белгіленіп кетірген 1 майға шекем құрылған құрылыстар, егер соған түспеген, оның талабына жауап бермейтін құрылыстар нызамда белгіленген тәртіпте әзірдегі әмелдегі нызамға муафиқ әкімшілік жайырма қолдап, мәжбүри тәртіпте бұзылу шаралар көріліп белгілеп кетілген. Сондықтан бұқараларымыздан сұрап қаламыз, егерде сол көшпес мүліктеріңізді, жайларыңызды салған уақытта әмелдегі нызамшылыққа, талапларға әмел еткен қалда құрылыс бөлімлеріне мұражат етіп, егер түсінбеген нелер болса, сұраулары болса, әділік бөліміне барып, сол тарау бойынша білім алғаннан кейін өзі көшпес мүліктерін құру ұсынысын береміз. Мақсатке муафиқ. Құрылыс құрудың өзінен болмайды, сонша қаражат өйерді, сонша пұл адамлардың, сонша минеті бір майданда күйіп кету қауіпі бар да бұл жерде. Енді бұқараларымыз тарапынан келген сұрауларды оқып естісем, нәубеттегі сұрау: өзімнің учаскама қосымша тауық қора салуға рұқсат бар ма? Ямаса, оның да архитектураға барып жойбарын сыздыру керек па? Делінген бірінші сұрау.
енді бұл сұрауға жауап бердіңіз, жаңа айтып өттік қой. Өзінің шекарасына, белгіленген шекарасына құрылыс құрап, я мал қорабы болсын, жаңағыдай тауық қорабы болсын, склад болсын, құрылыс құрмастан алдын тиісті тәртіпте жойбар істетіп, жойбарға тек құрылыс бөлімдері арқылы рұқсат алып салса болады өзінің жеріне. Егер де туырдан туыр салатын болса, қазіргі құрылыс бөлімі тарапынан себеп тәсіл шара қолдауға себеп болады. Ол рұқсатты салған есептелінеді да. Келісім алмай тұрған қалды. Егер ол шекарасына тысқары салатын болса, ол кезде кадастр агентлігіне тарапынан жарима қолдауға себеп болады да. Демек, өзіміздің сондай аймағымызда өзімізге белгіленген учаскамыздың өзіне қандай да қосымша құрылыс құратын болсам рұқсат аламыз. Қосымша құрылыс жойбар істетіп, құрылыс бөлімі арқылы, жаңағыдай мәмілет қызметі арқылы арызға беріп, рұқсат алса болады. Егер өзіміздің осындай аймағымызға қосымша құрылысты, өз басымша түрде құрған жағдайда құрылыс бөлімі тарапынан жарима қолданыла ма? Құрылыс бөлімі тарапынан жарима қолданылады. Қазіргі күнде олардың енді 150 минималныйға дейін жарима салуға себеп болмақта туысы. Бұл не үшін енгізілген бұл тәртіп? Енді құрылыс тарауындағы қазір көп нелер сырт ел мемлекеттерден басқа жақтан алған нелерден келіп шығып, домлардың үлкен көп қабатты үйлерден келіп шығып, низам талабына жауап бермеген халда құрылысты баслап болып, кейіннен жауап бермейді талапқа, регламентіне, низам талабына. Сол себепле қазір күнден бастап сол бірінші құрылыс құрмастан алдын жойбай істетіп, келісім алып, кейіннен құрылу белгіленді. Нәубеттік сұрау, баламның участка жеріне жүйері егіп еді март айында, май айының ақырында хатлап кетті. Сол жерде егілген жүйеріні ала аламан ба, маған жарима қолданылмай ма делінген екен. Демек, сол жүйер еккенім үшін. Енді жаңа айтып жатырмыз, бұл низамдан жазып қойды, 9 низамда. Өз басымшылыққа иелеп алып кетірген, пайдаланып кетірген жерден өзіне 9 низам талаптарына біріктіріп алса, құжетлестіру мүмкіншілігі бар. Өзінің белгіленген сотегі бар, 6 сотек, 12 сотек, 24 сотекке дейін өзінің жылларына қарап, иелеп алуға құқы бар да, өзіне біріктіріп алса да болады, егер сол низам талабына жауап берсе. Егер де ол низам талабына жауап бермейтін болса, ол кезде сол кадастр агентлігі тарапынан жарима қолдауға себеп болады. Өрнек махаллесінде қатлау болады деп еді. Қатлау қашан болады? 2017 жылда жай салып қойыппан, өзім жарадаман. Үжетлерін ала алмай жүрмен. Жерімді ексілік жер деп беріліп атыр. Ол қалайынша? Өз алдына тұрған жер, көшенің ақырында. Менімше бұл жоғарыда телеграм мәнізіміз бойда келген сұрау болса керек. Сол жаңа қосымша айтып кетсем, сол сұрауға қараларымызға айтуымыз керек. etraf.kadastr.uz сайтымыз арқылы сол жаңағы өзіңіздің аймақтағы жасаушы өзіңіздің махаллеңіз болатын болса, сол арқылы қай уақытта болатығын хатлау режесі, графигі көрсетілген. Яғни ол жерде сол режеге көрсетілмеген болса, бұл ендігі жылы тасқылануы режелестірілген. Нәубеттегі сұрау, Нөкіс қаласы 22-ші кіші районынан магазин сатып алып едік. Артқы тарепінде кішігірім жері бар. Қоршап алсақ бола ма, ямаса рұқсат алу керек па? Енді рұқсат алу жер өзінікі емес болатын болса, қазір күнде 478 салы қарар бар. Егер натурал имараттың құжеті бар болатын болса, 5 метрге дейін абадалластыру мекемесі арқылы ижара шарттама түзіп, иелік ету құқығын алуға болады. Егер де ол жеңіл конструкциялы магазин болып бүгінде пайдаланып отқан болса, ода тұрақлы құқықпен бермегеннен кейін, ол жерде артша иелеп алуға құқық берілмеген оған. Бірақ оны низамластырып, яғни низамлы тәртіпте иелеп алуға бола ма? Низамлы тәртіпте иелеп алу тек қана қазіргі күнде акцион арқылы туырдан тур алуға құқық жоқ. Аукцион саудаларында қою имканияты бар, бірақ ол жерде. Қою имканияты бар. Сауда орын қылып. Бұның үшін қай жерге бару керек? Сол үшін кадастр ұйымдарына мұражат етеді. Нәубеттегі сұрау, Саламат Қошмұратов, Науқан Бақ Мәкән Бұқарлар жиынынан 1991 жылдан демек салық төлеп келатырман, 17 сотық жеріміз бар, өз басымшылықпен иеленген, соның 8 сотығы хүжетлестірілген, қалған жерлерден жай салуға рұқсат ете аламан ба?
рұқсат ала аламын ба делінген екен. Демек 17 сотықтың қалған жеріне. Қазір бұл Бұхарамыздың жамы 17 сотық иелеп келатырды, 8 сотығына құқи құжеті бар. Яғни низамның 5 статьясы бар. Бұл құқи құжетке тикар құқи құжетте белгіленген жер майданнан артықша иелеген жер учаскаларына құқылар тән алынады. 5 статья бойынша. Енді бұл Бұхарамыздан бір анықлық кірту керек. Науқанбақ, сол реже графикке түскен бе, түспеген бе. Ондан кейін сол хатлау жұмыстары алып барғаннан кейін 17 мекеменің жұмақларын көру керек. Егер сол 17 мекеменің жұмақлары ұнамлы жұмақ беріп, низам талапларына түссе, 8 сотықты өзінің атына өткізіп алу имканияты бар. 937 салы низам менен. Енді соңында және бір сұрау туылады. Егер де Бұхара қандай да бір себептерге көре өз басымша түрде сондай имараттарды, объектілерді құрған жағдайда, оның өз басымшалығы құрған екенлігі, низамсыз құрылыс екенлігі анықталған жағдайда оны сапаластыру тәртібі қандай болады? Низамсыз екені тасдиқланса, кадастр агенттік ұйымдар тарапынан хакимшілік жарма қолданады, яғни хакимшілік жармада 60 статья 3-ші бөлімде жазып қойыпты. Жер учаскасы тұтас болмаған жерлері өздерінше құрылыс құру. Бұл Бұхараларға қазір базалық есептеулердің 200 есесіне дейін, лауазым шақсыларға 400 есесіне дейін жарма салуға себеп болады. Низамсыз құрылысты ықтияри бұзып алу, сақтастыру бойынша Бұхараға жазба көрсетпе беріледі 15 күн мүддет ішінде. Егер 15 күн ішінде Бұхара ықтияри бұзып алу, сақтастырмаса, мәжбүри тәртіпте сақтастыру бойынша Бұхаралық істер бойынша судыларға дауа арызға кіртуге себеп болады. Рахмет, Ахметлі жауап үшін рахмет. Енді қазіргі уақытта, бұл қазір менің бере жақ сұрауым, бұл салық басқармасына болады, бірақ бүгінгі темамызға тиесілі емес, бірақ дегенменен халқымыз үшін оға да бір керекті бір ахметлі мағлұмат болу күтіліп жатыр. Яғни сол ертең, осы жылдың 1-ші июль санасынан бастап Қарақалпақстан бойынша 30-лы ойын өткерілуі белгіленген, яғни салық, яғни сол сатып алу чеклерін алу арқылы автомобиль ұтып алу имканиятым жаратылып жатты Қарақалпақстан Бұхараларға. Осы бойынша міне аз көрсетуімізге аз уақыт қалған екен, бір мағлұмат беріп өтсек те мақсатке мауап болар еді. Сол Қарақалпақстан сауда қызмет көрсетуді бұндай арттыру, жасырын экономиканың үлесін қысқарту, әмде халықтың белсенділігін асыру мақсатында 1 июльдан бастап умуматану қызмет көрсету сауда орындарында сатып алған сауда үшін алынған чеклер арасында 30-лы ойындар шөкелместіріліп жатты. Текарынан бұл ойындар сол Қарақалпақстан Республикасынан зімні өткен іс-бермелік субъектілерден алынған чеклердің арасында ойналады. Әрбір чекті Бұхарларымыз салық қосымшасына зімні өткеріледі. Зімні өткерілгеннен кейін бұл зімні өткен ақында Бұхарларға малумат бағады зімнің ойынның қатынаушысы болған ақында. Әмде сол әрбір алған чек әр айда өткерілетін болған сол алған айда күште болады. Яғни сол айда ойнау құқы болады. Әм бұл чеклер жиналып, бұл жарыстар платформасында ойналады салық комитетінің. Әмде бұл әр айдың 10-ды сәнесінде чеклер топламында адам факторы араласпаған алда тосаттан сайлап алынады. Әмде бұл 30-лы ойындар ақында салық комитеті қошеметлер ақында сол комитеттің социал тармақлық, әмде сол аймақлық телевидение радиоларда турдан-тур эфирді ұзатып барылады. Текарынан сол 30-лы ойындарды қатынаушыларға сол бір айда қайтарылып беретін кешбек суммасы қайтарып беріледі. Нөбетте және бір сұрауымыз бар. Нөкіс қаласы Хауа жол макан Бұхарлар жиыны Достық көшесінен артық жерің бар деп 3 есе салық төлеп кеатырман. Кадастрға барғанымда график бойынша үйренеміз деп еді. 2024 жыл, 2026 жылда апрель айында графикте едік. Онда да келмеді, үйрене алмай атырмыз дей береді. Қашан үйреніп шығады өзі делінген? Бүйірде енді 3 есе салығы ма, я барып үйрену? 3 есе салық. Хауа жоллары сол жылдың март һәм май айларында режелестірілген. Бұл жерде біздердің филиалымыз тарапынан барып, хатлау жұмыстары алып барылу керек. Егер де ол Бұхараның үйінде адам болмаған жағдайда, ямаса кіру имканияты болмаған жағдайда, сол біздердің филиалымыз тарапынан хатлау жұмыстары алып барып, біздер тиісті малуматы базасына кіру мүмкіндігі жоқ. Егер де сол кірілмеген жағдайда, сол Бұхарамыз кадастр органына, филиалымызға müracaat еткен халда қайта müracaat етіп, біздер соны қайтан хатлау жұмыстарын алып бару
мүмкіншілігі болады. Егер сол бір себептерге тегер кірілмей қалған болуы мүмкін, үйінде адам болмай қалуы мүмкін. Кіру имканияты болмаған жағдайда біздер оны қатылау мүмкіншілігі жоқ та. Егер сол үйінде адам болып, бүгінгі күнде адам жасайтын бар болатын болса, қайттан біздерге мұражат етсе, біздер тиісті тәртіпте көріп шығып, қайттан соны үйіне барған халда қатылау жұмыстарын алып барамыз. Нәубеттегі сұрау, қазіргі уақытта, яғни алдағы уақытта өз басымша жер иелеген жағдайларын бүткілдей сапыластыру үшін қандай жаңа механизмлар енгізіледі делінген? Енді қазіргі күнде тек қана халқымыз үшін жаратылған 930 салды нызам бар. Ол нызамда анық жазылып кеткен 1 майға дейін әрқандай құрылған құрылыстар. Одан басқа құрылған құрылыстарға турадан-тура құжет беру бүгінгі күнде мүмкіншілік жоқ. Тек нызамда белгілеген тәртіпте сапыластыру шаралар көріледі. Сол себепле бұқаралардан өзге шахстардың несіне гәбіне сол құжетлер дегенге құрылыс басламауды бірнеше нәубетте тиісті ұйымдардан құрылыс құру рұқсатнама алып басылауды сұраймыз. Осындай, яғни сол өз басымшалық пен нызамсыз құрылыстардың алдын алу бойынша кадастр агентлігі тарапынан үгіт насихат жұмыстары қандай жолға қойылған? Енді бүгінгі күнде әр екінші күні сағат 5-те социал телеграм каналдар арқылы қосымша әр аудиошат нелер өткелі жатырды. Одан басқа телевидениелерден, ұсындайлардан әрдайым бұқаралардан сұрап қалып жатырмыз. Нызамсыз құрылыс басламауды, құрылыс басламастан алдын тиісті ұйымнан келісім алып, кейін құрылыс баслауды сұрап қаламыз. Егер нызамсыз құрылыс болатын болса, туырдан-тура өзіне материал зиян жеткерген болады. Шымбай районы Айтеке ауылынан сұрау келіп жатыпты. Баламның үйінің қасында қоңсының үйіне шекем 3 метр жер бар. Сол жерді қоңсылар таласып жатыр. Бұл жерді қалайынша алсақ болады делінген. 937 санлы нызамда көрсетіп өтілген, яғни жоғарыда айтып өткеніміздей 7 тайпадағы жер учаскаларына құқылар тән алынады. Хамде қар 7 тайпаға құқылар тән алынуда өзінің белгіленген талаплары бар. Мысал ретінде айтатұғын болсақ, сол жер учаскасы алдын аукционға жайластырылғанлығы, яки басқа бұқараға берген бермегенлігі, хамде ұсу орында және бір талаплардың бірі, яғни сол физикалық шақсылардың ортасында дау жәнжел болмаслығы, яғни сол дау жәнжел болмаслығы келтіріп өтілген. Яғни сол ортада дау жәнжел болса, неге құқылар тән алынбайтығылығына көрсетіп өтілгенді. Яғни сол құқылар тән алыну үшін ортада дау жәнжел болмауы керектілігі көрсетілген. Егер бұндай халатта неген бұл сол жер ешкімге тиісті, ешкімнің балансында, яки ешкімге тиісті емес жер болған жағдайда, сол неғылдейді, нызамда жәметшілік ішші топарлары бар, солардың қатынасуында сол мәселеге сол анықлық кіртіп, сол бір шешімін қабылдау мақсаткен мауапық. Нәубеттегі сұрау, жер салығын апрельдің ортасына шекем төлеу керек еді. Қалғанында маған төлетті салықшылар делген. Бұл дұрыс па, Беруни район тұрғыны? Салық кодексіне текар есапланған жер мал-мүлік салықтары екі бөліп төленеді. Бірінші бөлігі 15 апрель, екінші бөлігі 15 октябрьға. Енді бұл жерде 15 апрельдің кешекем 50% төленетін болса, сол 50% төленбеген уақытта сол қалған сол 50% төленбеген қарыздар шығады, қарыздарға күніне пен есапланады. Сондықтан бұл бұқарламыз көпшілік қалаларда жаңағы төлем міндетін бұзып қояды. Сондықтан ертелеу барып салықшылар айтып өндіру имканияттарын көреді. Қосымша пенлер есепталып кетудің алдын алу мақсатында. Бұл дұрыс па, нызамшылыққа бола? Енді әділдік бөліміне сұрайық, махамат. Қайтадан бір сұрауды бір неғыл жібересіз, айтып жібересіз. Енді апрель айында дейді, қарам, жер салығының апрель айының ортасында 15 шекем төлеу керек, негізі нызамшылыққа бола. Сол бойынша бұқараның үйіне барып, салық бөлімінен барып төлеткенде, қалғаннан төлетті дейді маған. Сол дұрыс па деп ақты. Егер ол салық кодексіне текар артықша төлеттірген, өндірген болса, яки не алған болса, оны бұқара жоғары тұрушы салық
басқармасына келіп мұражат етіп, тиісті тәртіпте тура төленген төленбегенлігіне анықтық кіртіп, егер артықша төленген жағдайда сол салық кодексіне тикар не қылдайды 15 күннің ішінде қайтарып беру имканиятлары барды, сол несі белгіленген. Артықша төленген. Соның үшін қазір бұл Бұхарадан не қыламыз, сорап қаламыз, сол басқармасына келіп мұражат етіп, анықтық кірту мақсатке муафиқ. Рахмет. Әзіз достар, ұсынуменен көрсетуімізге ажыратылған уақыттан бойы жұмағына жеткерілген мәлім етіп атыпты. Біз көрсетуіміз дауымында көптеген бұқаралардың сұрауларын қанегелерге жеткеруге әрекет еттік. Әмде айрым сұраулар қалып кетті, бірақ олардың әммесін аз көрсетуіміз жұмақланғаннан соң тиесілігі бойынша әлбетте береміз. Ұсынуменен көрсетуіміздің бүгінгі саны өз жұмағына жетті. Келесі эфирлер арқылы көріскенше сау саламат болың.